Баршаңызға қайырлы күн. Бүгінгі видеода буратта салатының рецептісімен бөлісетін боламын. Жасалу жолы оңай және тез дайын болады. Өте керемет дәмді болып шығады. Менімен бірге болып видеоны соңына дейін қараңыздар. Менде руккола және салат жапырақтары жақсылап жуып кептіріп алған болатынмын. Ал сіздер кез келген өздеріңіз қалаған көкшептерді қосып жасасаңыздар болады. Және де черри қызанақ қажет болады. Бізге буратта ірімшігі қажет болады. Суынан алып қосатын боламыз. Кисло-сладкий соус пен бальзамический соус қажет болады. Салаттарымызды бірден ыдысымызға жинайтын боламыз. Салат жапырақтары мен рукколаны мен қолымменен үзіп осылай салып шығатын боламын. Осылай әдемілеп жайғастырып салып алатын боламыз. Қолымызбен үзіп саламыз. Біз черри қызанақтарымызды ортасынан бір бөліп қосатын боламыз. Апельсин қоссаңыздар да болады, өте дәмді шығады. Бұл өз қалауларыңыз бойынша. Қызанақтарымызды салат жапырақтарының үстінен жайғастырып, осылай әдемілеп қойып шығатын боламыз. Үстінен кисло-сладкий соус салатын боламын. Бұл өз қалауларыңыз бойынша. Басқа да соустар қоссаңыздар да болады. Және де буратта ірімшігімізді ортасына осылай жайғастыратын боламыз. Үстінен бальзамический соусымызды құйып шығамыз. Біздің салаттарымыз осымен дайын. Астарың дәмді болсын, жасап көріңіздер. Өте керемет дәмді болып шығады. Буратта ірімшігіміздің ортасын осылай кесіп ұсынатын боламыз. Осылай ұсынатын боламыз. Өте керемет дәмді болып шығады. Ішіндегі біздің сырымыз кілегейлі осындай дәмді болып біздің салаттарымызбен өте керемет үйлеседі.